Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте керемет, жұмсақ, қолжетімді заттардан дайындалатын пирогтың рецептісін ұсынатын болам. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқа салып, үстінен қант салып, миксермен аппақ масса болғанша көпіртіреміз. Ендігі кезекте айранымызға 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып, массамызға құямыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап миксермен араластырамыз. 1 шай қасық қопсытқышты ұнның үстіне салып, массамызға ұн елеуіштің көмегімен өткіземіз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Миксер болмаса қол миксермен араластырсаңыздар да болады. Бізде осындай масса болып шығады. Осымен қамырымыз дайын. Енді ыдысымызға құямыз. Барлық жерін бір тегіс етіп, үстіне 1 ас қасық қант себеміз. Енді осылай 5-6 бөлікке бөлінген сары майымызды бетіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің өте оңай әрі қарапайым заттардан жасалынатын пирогымыз дайын. Өте жұмсақ болып шығады. Дәмі де керемет. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.